Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Арынбек Наурызбек Әбдірәліұлы. Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Игілік ауылында 1991 жылы сәуірдің 6 жұлдызында дүниеге келген тәуелсіздік құрдасымын. Қазіргі уақытта Шоқай Датқа атындағы орта мектепте информатика пәнінің мұғалімімін. Тәуелсіздікпен бірге өсіп, білім алып, қазіргі таңда цифрлық білім беруге үлес қосып келемін. Тәуелсіз Қазақстан – бұл жаңа технологиялар, жасанды интеллект, робототехника, IT мамандарының заманы. Мен өз шәкірттерімді цифрлық әлемге дайындап, болашақтың жарқын тұлғаларын тәрбиелеп жүрмін. Тәуелсіздік маған еркін ойлау, еркін білім беру және ұрпаққа жол ашу мүмкіндігі. Сен қазақсың, Күләш Ахметова. Сен қазақсың, қазақ деген ел бөлек, қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек, киіз үйі жер сияқты жұп-жұмыр, шаңырағы күн сияқты дөңгелек. Сен қазақсың, бір Алланың құлысың, адамға адам құл болғаны құрысын, жойқын соғыс зұлматтарда жойылмай, қалған ұлтсың, қаһармансың, ұлысың. Сен қазақсың, ұлы дала тұғыры, күмбір-күмбір күрескерлік ғұмыры, тірескеннің дірілдеткен тізесін, тұлпарыңның тұяғының дүбірі. Сен қазақсың, байырғы жұрт түздеген, табиғаттан тән тамырын үзбеген, қолын жайып көктен өмір сұраған, жер бетінен жерұйықты іздеген. Сен қазақсың, қазынасы нәсіп құт, қазақ болу ғаламатқа ғашықтық. Жерің, суың, тауың сұлу соншалық, көрген көзден кететіндей жасытқып. Сен қазақсың, отаншылсың, тектісің, айбарлысың, ақылдысың, беттісің. Көп болуға, бір болуға тиіссің, көрмеу үшін жаттың езгі тепкісін. Сен қазақсың, рухы еркін, өз еркін, мұзбалақсың, сорғалаған сөз еркін. Қайталанбас күйшісің сен, құялған домбыраның өзегіне өз өртін. Сен қазақсың, келе жатқан бағасып, адамзаттық ізгілікке жол ашып, дастарханның елшілігін ежелден, мейірбансың, меймандоссың, қол ашық. Сен қазақсың, ғарышкерсің, жанаспан, өрелісің, өз орнына таласқан, төрге лайық, марқасқасың, мықтысың, төрткүл дүние саясатта санасқан. Сен қазақсың, қазақ едің туғанда, онда дүние тағлымынан үлгі алда. Ата жұрттан, ана тілден айырылма, төбеңде күн, төменде жер тұрғанда. Көк туды желбірей